Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін Бибайша үй жағдайында қол жетімді көкөністермен осындай светофор салатын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал бисмиллах деп көкөністеріміздің барлығын жуып, тазалап қоямыз. Менде осындай картошка пай бар. Оны да қосатын боламыз. Көкөністерімізді барлығын осылайынан турап алып, ұзынша соломка тәріздес қылып турап алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Өз ойларыңызды комментария бөліміне қалдыра кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Осылайынан қиярымызды алып, бұны да ұзын соломка етіп турайтын боламыз. Барлығын осылайынан турап алатын боламыз. Біздер қайнатпаймыз, сәбізді, свеклантты қайнатпаймыз, барлығын свежий балғын түрде осылайынан жасайтын боламыз. Мінекей помидорымызды, қиярымызды осылай қойып алатын боламыз. Одан кейін мен мына жерде көк алма қостым. Алманы да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Барлық көкөністерімізді осылайынан турап алатын боламыз. Оны да осылайынан қойып шығатын боламыз. Өте әдемі болып шығады біздің салатымыз. Одан кейін сәбізді теркадан өткізетін боламыз. Менде мына жерде піспеген сәбіз, қам сәбізді осылайынан өткізіп алатын боламыз. Қызылшамызды дәл осылай қылып, бұны да өткізіп алатын боламыз. Өз дәрумендері өзінде болатын салат. Өте керемет болып шығады салатымыз. Бұларды да тарелкамызға жайғастыратын боламыз. Қызылшаны да осылайынан қойып шығатын боламын. Одан кейін мен сыр қостым. Колбаса қоссаңыздар болады. Одан кейін жүгері, горох қоссаңыздар да өте әдемі дәмді болып шығады. Менде үйде сыр болғандықтан сыр қостым. Сырды да осылайынан ұзын қылып турайтын боласыздар. Соломка тәріздес қылып. Бұны да тарелкамызға жайғастыратын боламыз. Тарелкамызға қойып, ортасынан картошка пай қоятын боламыз. Ортасынан қойып, майонез жағып, жан жағына майонез жағатын боламыз. Әркімнің еркі әртүрлі, қалауыңызша майонез қоссаңыздар болады. Мен осылай сұлулық үшін осылайына қойып шықтым. Өте әдемі болып көрінсін деп. Мінекей біздің салатымыз дайын болып қалды. Қонақтар келгенде осыны тез жасап жесеңіздер өте әдемі болып шығады. Бізге ас болсын.